Сезім әсерлерін іште сақтамау. Ақылды адам ақмақтарды тез кешіреді. Адам күнде ризалық, ашулану, жақсы көру, жек көру, қорқу сияқты түрлі сезімді басынан кешіреді. Оның ішінде шығаруды қажет ететін көп әсер бар. Оларды шығару тек жағымсыз сезімдермен емес, тіпті жағымды әсерлермен де байланысты. Әсерлерді ішке бүге беру қуатыңды тежеп, іштей қысым көрсетеді. Кешіру іштегі жиналған жағымсыз әсерлерді шығарып тастауды қажет етеді. Артық әсерлер адам бойына жинала береді. Жалғыз кешірумен оны кетіре алмайсың. Келеңсіздіктерді ойыңнан, сезіміңнен алыстатып, ішті босату керек. Сол үшін өзімізге, өзгелерге немесе өмірдегі жайттарға қатысты пайда болған жағымсыз сезімдерден құтылмасақ, бұл арқылы біз жағымсыз сезімдерге үйме-жүйме қоқыс сияқты ішімізде жиналуына жол береміз. Қоршаған ортаңды тазартуға құлықты болғаныңдай, ішкі әлеміңді де қатыгездіктің ластығынан, жағымсыз жайттарды ойға ала беруден тазарт. Ондай жағымсыз сезімдерді ішімізге жинай беретін болсақ, бізді сабамыздан шығаруға, біреудің айтқан бір сөзіне немесе білдірген көзқарасына немесе жүгі жеңіл өткінші оқиғаға бола уайымға түсіп, ашуға булығуымызға жол ашамыз. Сол себепті біз жағымсыз сезімдеріміздің қай жақтан соғарын, олардың тудыратын себептерін білуіміз керек. Жағымсыз сезімдер сүрінгенде, іс-әрекеттеріміз нәтиже бермегенде немесе бұрыс әрекеттерге бой алдырып, өзімізді жазғырғанда оянады. Мұндай сезімдер адам бір орында тоқырап өспей, өз тұлғасына лайық баға бермей, не өзін есепке алмаған кезде, өзіміз бен өзгелер туралы бұрыс сенім қалыптасқанда пайда болады. Бәлкім жағымсыз сезімдер өзгелердің саған деген қарым-қатынасынан немесе белгілі бір оқиғалардың себебімен басталып, сезбесең де саған біртіндеп әсер етуі мүмкін. Тіпті ойларың мен өткен өміріңдегі жайттардың әсерінен де шығуы ықтимал. Аталмыш жағымсыз сезімдер қалай пайда болса да, маңызды бір ақиқатты білгенің жөн. Өміріңнің жауапкершілігін өзің көтеруің керек. Өмірде қандай жағдай орын алса да, сен ынсаптылыққа бейімделіп, жетіле түсесің. Сол кезде жеке бас тіршілігіңмен қатар үлкен жауапкершіліктерді де көтере аласың. Біз айтқан маңызды ақиқат, яғни өміріңнің жауапкершілігін өзің көтеру ақиқаты, нәпсі тарапынан өте үлкен қарсылыққа тап болады. Өйткені адам баласы табиғатынан сәтсіздігін біреуден немесе бір нәрседен көруге үйір. Өміріңнің жауапкершілігін өзің көтеруің, тізгінді өз қолыңа алып басқарып, оны дұрыс жаққа бағыттауыңды білдіреді. Нағыз күш өміріңді өзің басқарып, өзгенің я нәпсіңнің жетегінде кетпеуің. Нағыз әлсіздік өзгенің нәпсіңнің жетегінде кетіп, өз өміріңді басқара алмауың. Кешірімділік кешірімді болуға тырысу арқылы, ал білім алу арқылы келетінін үнемі есіңде ұста. Егер ниетің өзің мен өз жаныңның арасын түзеу және өзің мен өзгелердің арасын түзеу болса, жаратушыдан жәрдем бұйырады. Расында, ішіміздегі жағымсыз сезімдер жиылған орынды босату үшін біріншіден олардан арылу қажет. Сонан соң ішіміздегі сол босаған орынды кешіріммен толтыруымыз керек. Аталмыш рухани жаңғырудың мысалы, лас суға толған ыдысты босатып, ішін жақсылап жуып, таза тұщы суға толтырып, одан өзің де және өзгелер де пайда алатын су сияқты. Бұл тұрғыда Алла тағаланың мына бір аятын оқығанымыз жөн. Олар ашуларын жұтушылар адамдарды кешетіндер. Алла жақсылық істеушілерді жақсы көреді. Бізге ызамызды, ашуымызды жұта салу қиынға соғып, мұндай ізгі іске жетер жолды білмеуіміз мүмкін. Алайда ішіңе бүгіп жүрген сезімдеріңнен арылуың, Алла қаласа осы деңгейге жетудің жолы. Ішке жиналып қалған сезімдерден арылудың жолдары түрлі болады. Алайда біз маңыздыларына ғана тоқталайық. Өміріңдегі келеңсіз жағдайды немесе оқиғаны айт. Бұл тәсіл көкейдегі ойларды, іштегі сезімдерді шығарып, оларды бүге бермеу үшін қажет. Дей тұрғанмен бұл тұста мән беретін бір мәселе бар.
ішіңді кернеген ашу ызаңды біреуге айтар болсаң, ол адам адал жан болуы керек. Ол сенің ойыңды түсінбей, ашуыңның үстіне ашу қосатын жан болмаған дұрыс. Болмаса біреуге ойларыңды, сезімдеріңді айтудың орнына бүкіл ойыңды, көзқарасыңды, сезімдеріңді параққа түсіруіңе болады. Содан оны белгілі бір уақытқа дейін бір шетке қоя тұр. Басыңнан өткен барлық жағдай басылған соң, параққа жазғаныңның бәрін оқып, сыннан өткізіп, олардан арылудың жолын ізде. Әр нәрсенің байыбына барып терең ой жүгіртуге және терең дем алуды, яғни сезімдеріңді орынды тежей білуге машықтан. Денені шынықтыратын немесе бойыңдағы күшті физикалық түрде шығаратын жаттығуларды жаса. Жоғары зейінді зияткерлікті қажет ететін түрлі жаттығуларды орында. Мұндай жаттығулардың арасында өзің ұнатқан, әуестенген жаттығулар болса тіптен жақсы. Жағымсыз сезімдерден арыл, оларды мүлдем ұмыт. Өміріңдегі келеңсіз жайт немесе оқиға басқа адамдардың өмірінде де болады деп, өзіңді соны бақылаушының немесе куәгердің орнына қой. Өміріңде орын алған жайтты, оқиғаны шаман келгенше болмашы етіп көруге тырыс. Көңіліңе қатты алып әсірелеме. Ең бірінші, ішіңе бүккен сезімдерді дұрыс тәсілмен шығар. Себебі іштей күйзеліске жол бермеуің керек. Әйтпесе, кешірімді болу саған қиынға соғады.